Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан ерекше бөлкелер синнабоне бөлкелерінің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы сүттің үстіне ашытқымызды қосып аламыз. Мен құрғақ ашытқыны пайдаланамын. Содан соң оны жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне қантымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Содан соң сары майымызды ертіп, оны да осы массаның үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Содан соң бір жұмыртқамызды жарып, осы массаның үстіне жақсылап араластырамыз. Тез араластыруымыз қажет. Содан соң оң қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай консистенцияда тұруы қажет. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 40 минуттай қойып қоямыз. Начинкасына бөлек ыдысқа қант пен корицамызды жақсылап қосып, қасықпен араластырып аламыз. Содан соң бөлкелерді 180 градуста піскенше 40 минуттай пісіріп аламыз. Помадкасына менде қаймақ және сахарный пудра. Сіздер помадкасына творожный сыр жақсаңыздар да болады. Біз помадкасын жақсылап жағып алдық. Өте дәмді синнабоне бізде шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Ас болсын. Сіздермен болған Дилназ.